ботагөз. Мен бүгін сіздерге 5 асық ойынын көрсетіп, 15 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бірлік. Асықтарды жерге шашап, асықтарды бір-бірлеп жинаймыз. Екінші кезең екілік. Асықтарды жерге шашап, асықтарды екі-екіден жинаймыз. Асықтарды жерге шашып, 3 асықты алып, 1 асықты бөлек аламыз. Төртінші кезең төрттік. Асықтарды жерге шашып, 4 асықты бірге аламыз. Бесінші кезең бестік. Жауап. Асықтарды барлық асықты қолымызға жинап, ханды жоғары лақтырып, жерді 3 рет жалап шығамыз. Алтыншы кезең алақан. Асықтарды жерге шашып, сол алақанымызды жерге қойып, барлық асықты алақанымызға жинаймыз. Жетінші кезең төртбұрыш. Асықтарды бір-бірінен алшақ қойып, ханды жоғары лақтырып, барлық асықты бірге қағып аламыз. Сегізінші кезең ауыстырмақ. Асықтарды жерге шашап, қолымыздағы асықпен жердегі асықты алмастырамыз. Сонда бүкіл асықты бірге аламыз. Тоғызыншы кезең үндемес. Бірінші кезеңдегідей, бірақ асықтар бір-бірінен тимеу керек. Оныншы кезең сарт-сұрт. Асықтарды шашап, бірінші кезеңдегідей тек бір-біріне сартылу. 10-шы кезең сарт-сұрт. Асықтарды жерге шашап, асықтар бір-біріне тию керек. 11-ші кезең қашу. Асықтарды жерге шашап, ханды жоғары лақтырып, асықтарды қашып аламыз. 12-ші кезең шұңқыр. Асықтарды жерге лақтырып, барлық асықты қолымызға жинаймыз. Сонда үшінші кезең ұпай жинау. Барлық асықты алақанымызға тізбектеп қойып, ұпай. 13-ші кезең ұпай жинау. Асықтарды қолымызға тізбектеп қойып, соңғы қалған асық біздің ұпайымыз.